назар аударыңыз. Сәлеметсіздер ме достар, егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоларымызды соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Ораза ұстаған адам неден тыйылуы керек? Рамазан таңнан кешке дейін тек тамақ жем ішуден ғана емес, күнә артылудан, жамандықтан тыйылу айы. Әсілі бұл күні бойы ашып жүріп ораза ұстау қиын емес. Ең қиыны 12 мүшеңде ораза ұстау. Хадисте кімде-кім жаман сөзбен, жаман іс-әрекеттен тыйылмаса, оның тамақ жеуден және су ішуден тыйылғаны Алла тағалаға ешбір керегі жоқ делінген. Оразаның пайдасы қандай? Кәфарат оразасы қай уақытта ұсталады? Қандай жағдайларда оразаны бұзбайды? Пітір садақа не үшін беріледі деген сұрақтарға мынада жауап бере аласыздар. Сілтемені басып материалдарымызды біле аласыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.